Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Жиенбет жырау еңсегей бойлы ер есім жыры. Оқу мақсаты: эпикалық поэзиялық драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Бағалау критерийлері: эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтайды, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады, шығармадағы эпизодтар мен автор бейнесін қазіргі күнменен салыстырады. Балалар, ең бірінші, жырау деген кім және де жыршы деген кім? Осы сұрақтарға қысқаша түсініктеме беріп өтейік. Жырау дегеніміз өз жанынан шығарып айтатын және эпикалық дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Жырау атауы жыр сөзінен туындайды деген түсінік жырауға қазақ әдебиетінің энциклопедиясында берілген. Қазақ әдебиеті энциклопедиясында жыршы жыр айтушы, таратушы, жыршылар домбыраның не қобыздың сүйелдеуімен, мақаммен, әңгімені айтады. Сондай-ақ эпикалық шығармаларды да орындайды деген жауап бар. Жыршы жырауларменен бірге өмір сүрген және оған дейін де болған. Демек балалар, жырау дегеніміз жырды өз жадынан шығарып айтатын адам. Жыраудың негізгі сүйенетіні халық болған. Жыраулар заманның шындығын көзімен көріп жатқан оқиғаларды баян еткен. Ал жыршы сол жыраудың айтқандарын бірден жаттап алып, халық арасында таратқан және жыршылар да өз жадынан жыр шығарып айта білген. Сондай жыршылардың замана шындығын айта білген өткір тілді жыршылардың бірі Жиенбет жырау. Жиенбет жыраудың өмірбаянымен қысқаша танысу мақсатында мынандай бейне материалды тамашалайық. Жиенбет жырау Бортоғашұлы 1598-1645 жылдар. Қазақ әдебиетін қазақ тарихынан бөліп қарастыруға болмайды. Жиенбет жырау шығармашылығы туралы айтқанда, ол өмір сүрген заманға, сол заманның ұлы тұлғаларына тоқталу қажет. Олардың бірі Тәуекел хан. Қазақтың 9-шы ханы Тәуекел Шығай ханның ұлы. Оның өмірінің хронологиясына тоқталсақ, 1582-1598 жылдары хандық құрған. 1582-1594 жылдар өзге сұлтандармен хан тағына талас. 1594-95 жылдар Түркістан, Самарқанд, Ташкент, Ферғананы басып алды. 1594 жылы Тәуекел өзін бодандығына қабылдауды өтініп, Федор патшаға Құлмұхамедті елші етіп жіберді. Тәуекел хан тұсында қазақ-орыс дипломатиялық қатынастар дамыды. Жырау өмір сүрген дәуірдің келесі бір ірі тұлғасы Есім хан. Есім хан Тәуекел ханның інісі. 1598-1628 жылдар хандық құрған. Есім ханның ескі жолы деп аталған заңды құрастырды. Оның тұсында қазіргі Қазақстанның территориясы қалыптасып бітті. Орта Азия қалаларымен бейбіт экономикалық байланыс орнатуға тырысады. Орыстың ұлы князі Василий үшіншімен дипломатиялық байланыста болған. Жиенбет жырау Есім ханның ел басқарушы биі, батыры, ойраттармен арадағы соғысқа қатысады. Ташкент ханы Тұрсынның көтерілісін басу кезінде елеулі рөл атқарады. Қан қаһарына ұшырап айдалады да. Есім оны қатты жазалап тұтқындау амалында қарастырғанға ұқсайды. Осыдан Жиенбет пен оның інісі Жолымбет елден безіп, бөтен жаққа қашып кетуге мәжбүр болған. Мұхтар Мағауин Жиенбет жырау шығармаларын алдаспан жинағында жан-жақты талдай келіп, Бортоғашұлы Жиенбет жырау көшпенділердің әскери аристократиясынан шыққан. Халық аңыздарының және көңіне шежірелерінің айтуынша, Жиенбеттің арғатасы Ноғайлының қорғаны Алау батыр. Алау 17 ғасырдың бірінші жартысында жасаған тарихқа белгілі адам дейді. Алшын руынан шыққан Есімнің әскербасыларының бірі Жиенбет жырау, еңсегей бойлы ер есім жырының басты кейіпкерлерінің бірі. Кей деректерде Тәуекел ханды да көрген. Туып өскен жері қазіргі Орал облысы Тайпақ ауданы. Ол жихан кезде болған. Бір деректерде айдауда өледі. Екінші бір деректерде Есім хан өткен соң елге оралады. Хан мен би арасындағы келіспеушіліктің тууы туралы мынадай әңгіме бар.
Тәуекел өліп, оның Ақторғын дейтін әйелі жесір қалады. Ақторғын өзі сұлу, келбетті әрі ақылды болса керек. Хан ағасының жылы өткен соң Ақторғын жеңгесін әмеңгерлікпен алмақ ойда жүреді. Ал Ақторғын болса, Жолымбет нағашысының бір інісімен көңіл қосады. Мұны Қасым хан енді бұрынғыдан бетер қаһарланып естиді. Жиенбеттің батыр інісі Жолымбетті қарауындағы Мұңсан қолымен Шүршіт соғысына айдайды. Әлгі батыр жігітті зынданға салады. Жиенбет биді ойрат соғысынан қолға түскен құлдарға қосып жер аудармақ болады. Хан бұйрығы бойынша Жолымбет батыр өз сарбаздарымен шығысқа аттанып, 6 ай дегенде зор жеңіс, мол олжамен оралады. Жүздеген пенде Шүршітті ханға әкеп сыйға тартады. Есім хан бір жағынан Жолымбеттің бұл ерлігіне риза болса да, екіншіден іштей оған деген өшпенділігін тастамайды, қайта өршіте түседі. Бір айтыс-тартыста Жолымбеттің көзін жоймақ болып, оны әуелі зынданға тастап, артынан дарға асылсын деп жұртқа жар салады. Осы жарлықты естіген Жиенбет би дар басына жетеді. Сөйтеді де, анадай жерде би батырлар ортасында тұрған Есім ханға тура барып, былай деп зәрлі де қаһарлы жырын термелейді. Жырау ханға ықпалды болған. Менің ерекенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Немесе, еңсегей бойлы ересім, есім сен есірткен есілдеменің кеңесім, ес білгеннен Есім хан қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Жырау батыл сөйлейді. Тас шарбаққа мал сақтап, тас қалаға жан сақтап тасқан екен мына хан. Ханға айбат көрсетіп, өзінің өр тұлғасын сипаттайды. Меніменен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыспенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай. Ең ақырында қайыр қылуға қылығым жоқ ұнаған деп, енді неден де болса тайынбайтындығын. Қайратым қанша қайтса да, мұнымен ханым шыдаман. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін деген жолдармен ойын шорт қайырады. Жырау халықтың, мемлекеттің тұтастығына билеушіден кем жан ауырмаған. Әмірін қатты Есім хан, бүлік салып бұйырдың, басын бер деп батырдың, қанын ішіп қанбаққа, жанын отқа салмаққа. Атадан жалғыз ол емес, хан ие ісің жол емес. Жолбарыстай Жолымбет құрбандыққа қол емес. Жол тосып алып кетіпті, қалмақтан алмақ сыйыңды, қаһарыңды басқалы қалың елім жиылды. Бастап келген өзге емес, Жиенбет сынды биіңді, малын салып алдына әр саладан құйылды. 12 ата байұлы бір тәңірге сыйынды. Жақсы балалар, Жиенбет жыраудың өмірбаяныменен және танысып өттік. Енді мынандай тапсырма. Жиенбет жыраудың өмірі мен шығармашылығын жаңағы бейне материалдан тамашалаған ақпараттар негізінде көп нүктенің орнына қажетті деген сөздерді қойып жазып шығамыз. Жақсы балалар, өзіміздің жауабымызды тексеру мақсатында Жиенбет Бортағашұлының қысқаша өмір баянымен салыстырайық. Келесі тапсырма. Жиенбет жыраудың образын гуманистік тұрғыдан талдаңыздар. Жиенбет жыраудың портретін жасаңыздар. Жиенбет жырау мен ер есімнің бейнесін салыстырыңыздар. Мына тапсырмада балалар Жиенбет жыраудың ерлігі туралы, оның өмір баянынан берілген бейне материалдан алынған ақпараттарды негізге ала отырып, Жиенбет жыраудың гуманистік образы жасап, портретін қалыптастырамыз. Және де оның іс-әрекетін ер есімнің іс-әрекетімен салыстырып баға береміз. Дескриптор жыр мазмұнын Жиенбет пен ер есім жайлы біледі. Жырдағы Жиенбет жыраудың гуманистік образын ашады. Жиенбет жыраудың гуманистік образына талдау жасайды. Келесі тапсырма. Вен диаграммасы. Бұл тапсырмада Жиенбет жырау менен Жиенбет жыраудың өмір сүрген заманы және де қоғамдық ортасының ерекшеліктері туралы жазамыз. Вен диаграмманың екінші жағына қазіргі заманның жыраулары және қазіргі замандағы көтерілетін мәселелер, қоғамдық жағдайлар туралы жазамыз. Ұқсастығына екі заманның және де қазіргі жырау менен сол кездегі жыраулардың қандай ұқсастықтары бар, сол туралы өзіміздің пікірімізді, ойымызды жазып көрсетеміз және де дәлелдейміз.
кері байлаңыз. Көзіңізбенен не көрдіңіз, құлағыңызбенен не естідіңіз, жүрегіңізбенен не сездіңіз? Осы түйінді сөздер арқылы сабағымызды қорытындылайық. Үйге тапсырма. Жырдағы жиембет жыраудың өзіне қолданған теңеулерін жырдың ішінен табамыз, және жырдағы ассонанс пен аллитерация қолданысын талдаймыз. Жырдағы риторикалық сұрауларды диалог түрінде көрсетеміз. Дескриптор өз заманындағы тарихи тұлға болған шығармалар арқылы біледі. Шығармадағы көркемдеуіш құралдарды қарапайым сөздерден ажырата алады. Көркемдеуіш құралдарды тауып талдайды, мағынасын ашады. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен біздің қазақ әдебиеті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.